Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ossalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizlerde жаратқан, жаратушы Алла Тағалаға сансыз мадақ, пайғамбарымызға көптеген салаваттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті отандастар, құрметті мұсылман бауырлар. Баршаларыңызға Алланың амандығы, есендігі болсын. Біз истихфар айту деп тілімізде көп айтамыз. Истихфар дегеніміз қазақша айтқанда бұл Алладан кешірім сұрау деген сөз. Яғни пенде Алла Тағаланың құлы ретінде біз әрдайым Құдай Тағаладан кешірім сұрап жүрміз керек. Астағфирулла, қазақ тілінде астағфирулла деген сөздер бар, білесіздер. Міне осы секілді истихфарды астағфирулла, Алла мені кешіре көр, Алла менің күнәмді кешіре көр, жарылқай көр деген секілді истихфарларды көп айтып жүруіміз керек. Бірде атақты ғалым, табиғин Хасан әл-Басриге бір кісі келеді. Уа имам, мынау халық жұттан шаршады, мынау жауын тоқтады, құрғақшылық басты. Уа имам, не істейміз? Бізге соның себептерін айтыңызшы деп имамнан кеп Хасан әл-Басриден кеп сұрайды. Сонда Хасан әл-Басри, Алла ол кісіге разы болсын, истихфар айтыңдар дейді. Яғни Алладан кешірім тілеңдер дейді. Тағы да бір кісі келіп, уа имам, мен кедейліктен шаршадым. Яғни тапқан таянғаным бала шағама жетпейді. Не істесем болады? Сонда Хасан әл-Басри, Алла ол кісіге разы болсын, истихфар айтыңдар дейді. Алладан кешірім тілеңдер дейді. Тағы бірде бір әйел кісі келеді. Қанша жыл болды? Бала көтере алмай жүрмін. Маған осыған өсиет беріңізші, кеңес айтыңызшы деп келеді. Сонда Хасан әл-Басри, Алла ол кісіге разы болсын, истихфар айтыңдар дейді. Сонда бір кісі, уа имам, сіздің алдыңызға 3 кісі келді. Сіз үшеуіне де истихфар айтыңдар, Алладан кешірім тілеңдер деп жауап бердіңіз ғой. Үшеуіне де бір жауапты айттыңыз ғой. Бұның мән мағынасы не болады деп сұрайды. Сонда Хасан әл-Басри, Алла Тағала Құр'анда бұлай демеді ме деп мына аятты оқиды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Истағфиру раббакум, иннаху кана ғаффара. Өте кешірімді болған Аллаға истихфар айтыңдар, Алладан кешірім тілеңдер. Юрсили самаа алейкум мидрара. Ол Алла сендерге көктен нөсерлетіп жаңбыр жаудырады. Ва юмдидукум би амвалин. Дәулеттерің жоқ болса, дәулеттеріңді арттырады. Ва банина. Көп балашаға перзент нәсіп етеді. Ва яджал лакум джаннатин. Ол сендерге сондай жаннат береді. Ва яджал лакум анхаран. Арасынан сарқыраған өзендер ағызады деген аятты Хасан әл-Басри оқып береді. Яғни жұттан шаршасаң да, дәулеттен қиналсаң да, кедейлікке тап болсаң да, бала шағаны күтіп отырсаң да, Алла Тағаланың осы бір кәлемін оқыңдар. Өйткені Құдай Тағала жауын сұрағанға жауын береді, дәулет сұрағанға дәулет береді, бала сұрағанға бала береді. Бірақ соның себебін истихфарға алып келіп бітіреді. Яғни Алладан кешірім тілеңдер деді. Сондықтан иншалла, құрметті жамағат, біз Құдай Тағаладан әрқашан кешірім сұрауымыз керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыздың дәуірінде күн тұтылып қалады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кусуф намазын оқиды. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге жатқан кезде, о Алла, мұны бізге жаза ретінде бере көрме. Мен олардың арасында болған кезде
азабыңды бере көрмеші о Алла деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәждеде жылап жатып осылайша дұға етіп жатқанын сахабалар естиді. Сонда Құдай тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мына аятты нәзіл қылған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма кана Аллаху лиюаззибахум ва анта фихим. Ва Мухаммад, ей Расулым, сен олардың араларында болған кезіңде Құдай тағала азаптамайды. Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун. Алладан олар кешірім тілеген кезде Құдай тағала оларды азапқа салмайды деген Анфал сүресінің 33-ші аятын нәзіл қылған. Яғни Құдай тағаланың азабы болмайды екен. Қай уақытта? Егер біз истиғфарды айтатын болсақ, Алладан кешірім тілеуді көбейтетін болсақ. Келесі аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Истағфиру раббакум. Раббыларынан кешірім тілеңдер. Сумма тубу илайхи. Оған тәубе жасаңдар. Юрусили самаа алейкум мидраран. Ол аспаннан нөсерлетіп жаңбыр жаудырады. Ва язидукум қуватан иля қуватикум. Ол Алла қуаттарыңа қуат қосады деген. Сондықтан, құрметті бауырлар, біз Құдай тағаладан кешірім тілеп, истиғфар айтуды көбірек жиі айтатын болсақ, Алла тағала бізді түрлі таршылықтан шығарады. Ризық несібемізді мол етіп береді. Құдай тағала бізді, иншаалла, түрлі жамандықтан сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде «Мән ләзимәл истиғфара». Кімде-кім истиғфар айтуды әдетке айналдырған болса, «Жа'алаллаху ләху мин кулли хаммин фараджан». Құдай тағала оны барлық қиыншылықтан шығарып қояды. «Ва мин кулли дайқин махраджан». Және әртүрлі таршылықтан құтқарып қояды. Оған шығатын жол көрсетіп қояды. «Ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб». Және оның, яғни сол пенденің қаперіне келмеген, ол ойламаған жерінен Құдай тағала оған ризық несібесін нәсіп етіп қояды деген. Иншаалла біз астағфируллах, астағфируллахил азим, астағфируллах ва атубу илей, астағфируллах, я Алла мені кешірші, я Алла мен өзіңнен кешірім тілеймін деген сөздерді көп айтатын болсақ, иншаалла Құдай тағала бізді түрлі таршылықтан, түрлі қиыншылықтан, түрлі жамандықтан, иншаалла біздерді Алла тағала сол жамандық таршылықтан шығаратын жол көрсетіп қояды иншаалла. Хузайфа радиаллаху анху деген сахаба болады. Ол бірде бала шағасын бағудан қатты қиналып қалады. Яғни тапқан таянғаны бала шағасына жетпейді. Несібеден тарылып қалады. Сосын оның жағдайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естіген кезде Хузайфаға қарап: «Ей Хузайфа, неге истиғфар айтпайсың? Мен күніне 100 рет истиғфар айтамын ғой» деген. Истиғфар айтпайсың бе, ей Хузайфа деген. Яғни сен қиыншылықтан, таршылыққа тап болсаң, истиғфар айт. Алладан кешірім тіле, сен таршылықтан шығасың ғой деген. Сондықтан иншаалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі қандай да бір мәжіліске отырса, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күніне ең кемінде 70 рет истиғфар айтып, Алла тағаладан кешірім сұрайды екен. Истиғфар айту ауыр нәрсе емес. Сіз көлікте кетіп бара жатсаңыз да, сіз үйде отырсаңыз да, кез келген уақытта астағфируллахил азим, астағфируллахил азим, астағфируллах деген сөздерді айту, ол өте тілге де жеңіл, және ол сіздің руханиятыңызды да тазалайды, өзгеге жамандаудан да тыяды, сізді керісінше тіліңіз зікірде Алланы
улуктауда болса, иншалла Кудай Тағала сізді кез келген таршылықтан шығарады иншалла. Сондықтан истихфардың пайдасы көп. Біз истихфарды көп айтайық. Истихфарды көп айтсақ, біз таршылықтан құтыламыз. Истихфарды көп айтсақ, біз дұғамыз қабыл болады. Истихфарды көп айтсақ, біз қандай қалауымыз бар, қандай арманыңыз бар, сол истихфарды айтыңыз, сол арманыңызға жетесіз иншалла. Құдай Тағала елімізге, жұртымызға тыныштық, амандық берсін. Біз иншалла көп жағдайда жиі Алла мені кешіре көр деп қазақ тілінде де, араб тіліндегі нұсқасында да айта берсек болады. Ең бастысы жүрек тілмен айтуымыз керек. Жүрекпен айтайық. Жүрекпен айтып, шынайы пейілмен Құдай Тағаладан кешірім сұрасақ, Алла бізге бәрін беруші иншалла. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.